Сәлем достар, бүгін біз дәмді, ерекше, тез дайын болатын пирожки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін 700 грамм ұнға 100 грамм сұйық май қосамыз. 250 грамм тұз қосылған су қосып қамыр елейміз. Қамырымыз біркелкі болғанша 15-20 минутқа тынықтырып қоямыз. Сол арада пирожкидің салмасын дайындаймыз. Салма әртүрлі болуы мүмкін, өз қалауыңызша. Табаға май құйып, алдын ала туралған ұсақтап жуаны қуырамыз. Оған 1 штук сәбіз қосамыз. Және туралған орам жапырақ, яғни капуста қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Қуырып аламыз. Енді тыныққан қамырды бөлшектерге бөлеміз. Менде 24 штук күлшелер шықты. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Ішіне салмасын салып ораймыз. Видеода көрсетілгендей. Осылай барлық пирожкиларды түйіп аламыз. Пирожкилерді противеньге теріп, үстіне жұмыртқа жағамыз. Және егер болса, күнжітпенен мак себеміз. 180 градуста сап-сары болғанша пісіреміз. Пирожкилеріміз дайын, өте дәмді, жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.